тоқ күші тұрмыстық тіршіліктен бастап бүкіл әлемдегі интернеттің, ғимараттардың, жалпы адамзаттың негізгі құралына айналды. Бірақ 100% қауіпсіз дүние ешқашанда болмаған. Бүгінгі видеода электр тоғының кесірінен болған қорқынышты жағдайларды айтатын боламын. Найзағайлы сәлем. Достар, сендер үшін тырысып арнама пайдалы видеолар салып жатырмын. Егер ары қарай жалғастырғанымды қаласаңдар, осы видеоға лайк басып, арнаға жазылып кеткендерің мен үшін өте маңызды. Ал біз жалғастырамыз. Бұл жерде электр сымдары қысқа тұйықталуға, яғни замыканияға ұшырады. Соның кесірінен қиын жағдай болуы мүмкін еді. Дегенмен 20 секундтан кейін ол тоқтап қалды. Ал бұл қауіпті жағдай тура алдыңғысына ұқсайды. Бірақ ол ақау шыққан аймақтан бірнеше метрге көтеріліп кеткен. Абырой болғанда ешкім де зардап шекпепті. Ал бұл арнайы маманның электр бағаналарына жөндеу жұмыстарын өткізу сәті. Видеодағы әрекетті шын өмірде қайталамаңыздар, себебі бұл іске тіпті кейбір электриктердің өзі де жүрексінеді. Көрсетіліп отырған видеода апаттық жағдай жоғарғы деңгейде. Себебі осы қауіпті жағдайдан кейінгі жөндеу жұмыстары біраз уақыт алатыны анық. Жалпы электр бағаналарының қасынан осындай биіктіктегі ағаштарды көрсеңіз, сақ болғаныңыз дұрыс. Себебі қауіп аяқ астынан болады. Мына видеодағы жүк көлігі құмды толық түсіру мақсатында сәл алға жылжыған болатын. Нәтижесінде көліктің жүк артатын бөлігі электр тоғына тиіп кетеді. Балалар ойнайтын алаңқай мейлінше электр сымдарынан алысырақ орналасқаны жақсы. Әйтпесе тура осы видеодағыдай оқиға орын алуы мүмкін. Абырой болғанда оқиға орын алар алдында ойын алаңында ешқандай бала да, адам да болмаған екен. Электр тоқтарының ең жиі қиылысатын аймақтарында қызық жағдайлар орын алып тұрады. Соның бірі осы видеода көрсетілген. Қызметкерлер сондай жерлердің бірін видеоға түсіруді жөн көріпті. Жердегі арматуралар магнитті күштің әсерінен вертикальды бағытта орналасқан. Достар, әрдайым сақ болу өте маңызды. Себебі сіз осылайша өз өміріңізбен қатар өзгенің де өмірін сақтауыңыз мүмкін. Ешқашан электр құралдармен ойнамаңыз және оларға немқұрайлы қарамаңыз. Ал видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Келесі найзағайлы видеоларымызда жолыққанша.